Сәлем достар, сіздермен Жолғас. Мен сіздермен бүгін банофи пайдың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге песочный печенье керек болады, сгущенка қойытылған, және банан, крем үшін сливки керек болады. 33-30% сливкилер болады. Ертілген сары майымызды печеньемізге ұсақтап алып құямыз да біріктіреміз. Біріктіріп болғаннан кейін формамызға салып, бір тегіс етіп, үстінен басып шығамыз. Қатты нығыздап басу керек, үгітіліп кетпеу үшін. Оның үстіне қойылған сүтімізді жағып шығамыз. Тегістеп. Рецепт өте оңай, қарап тұрсаңыздар. Барлығы қолжетімді. Мерекелік столдарда қонақта шақырғандарыңызда өте таптырмас пирогтардың бірі болады. Туралған бананымызды доңғалақтап турап алдық, соларды бір келкетіп қойып шығамыз барлық жеріне. Енді кремімізді дайындаймыз. Сливки 30-33% болса болады. Сахарный пудрамызбен бірге көпіртіп алдық кремді. Формасын ұстайтындай етіп, енді кондитерский мешокқа, салфанға салып, насадкамен бетіне әдемілеп құйып шығамыз. Дәмі де ерекше өте. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Бес минут уақыт алады бұл пирог. Енді печень шоколадымызды үгітіп теркадан бетін әсемдейтін боламыз. Қаласаңыздар барлығын толығымен сеуіп шықсаңыздар болады бетіне. Әсемдік үшін ортасына ғана септім. Банофи пайымыз дайын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Келесі рецепт қандай болған қалайсыздар, комментария жазып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.